Сәлем достар, сіздермен бірге Нұршат. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет болып шығатын тауық аяқшаларын пісіретін боламыз. Бізге керек заттар: ұн, нан ұнтағы, пюре, тауық аяқшалары, жұмыртқа, паприка, тұз, бұрыш, дәміне қарай. Ең бірінші, салқын суымызға тауық аяқшаларын саламыз. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды салып, жақсылап араластырамыз. 15-20 минут аралығында қайнатып, тауық аяқшаларын пісіріп аламыз. Дайын болған тауық аяқшаларымызды алып, суығанша қалдырамыз. Міне барлығын дайындап алдық. Енді жұмыртқамызға куркума қосып, жақсылап араластырамыз. Чипсімізді осылай қолымызбен үгітеміз. Дайын болған тауық аяқшаларымызды алып, сыртына пюремізді осылай дәл видеодағыдай жағып шығамыз. Міне сыртына пюремізді жақтық. Енді ұнымызға аунатамыз, яғни ұнымызды бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқамызға аунатамыз. Нан ұнтағын аунататын боламыз. Барлық піскен тауық аяқшаларын осылай қайталап жасап шығамыз. Дәл видеодағыдай барлығын қайталаймыз, яғни пюремізді жағамыз, ұнымызды және жұмыртқамызды. Бұл жолы жаңағы чипсімізге аунатып алатын боламыз. Міне барлығын осылай жасап алдық. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, орташа отта 2 беті қызарғанша қуыратын боламыз. Міне біздің дәмді тауық аяқшаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.